Армысыздар, құрметті достар, қадірлі көрермен. Биыл өздеріңізге белгілі 2020 жыл ұлы ақын, ағартушы, қазақ жазба өнерінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын еліміздің барлық өңірінде аталып өтуде. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Адам ата-анадан туғанда есті болып тумайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондайдан білгені көп болған адам білімді болады. Адамдың адамшылдығы істі бастағаннан білінеді, қалайша бітіргеннен емес. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлдарының бірі боласың. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Сол мінез бұзылмас. Адам баласына адам баласының бәрі дос. Егер мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Тегінде адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселерден оздым ғой. Демектің бәрі де ақымақтық. Құдайдан қорқ, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрт тануы ешбір халыққа ұқсамайды. Ерінбесең еңбекке дәулет дайын, жаратқан жоқ жатсын деп бір құдайың. Ойласын деп ой берді көруге көз, аяқ берді тапсын деп басқан сайын. Шымкент қаласы нөмірі 83-ші жалпы орта білім беретін мектебінің атынан Абай Құнанбайұлының қара сөздері мен өлеңдерінен құрылған жыр эстафетасын Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы нөмірі 129-ші жалпы орта білім беретін мектебіне жолдаймыз. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиюадан шауып, қиысынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бұл. Еңбек қылсаң ерінбей, тояды қарның тіленбей. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын. Таласып босқа, жау болып тосқа, қор болып құрып барасың. Өтірік шағым толды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Ал құрметті достар, биыл Абайдың 175 жылдығы тойланып жатыр. Соған орай Шымкент қаласының тұрғындарына Абай жайлы сұрақтар қоятын боламыз. Ал кеттік. Биыл Абайдың қанша жылдығы тойланып жатыр? 175. Рахмет. Абай Құнанбаев қай жылы дүниеге келді? 1945 жылы. Қазақтың ұлы ақыны кім? Абай Құнанбаевтың биыл қанша жылдығы тойланып жатыр? 175. Қанша қара сөзін білесіз? 45 қара сөз бар. 3-4-тен естігем, бірақ қазір айтып бере алмаймын. Биыл Абайдың 175 жылдық мерейтойы, соған орай сізге сұрақ қойсам, Абай Құнанбаевтың қандай шығармаларын білесіз? Қандай шығармалар? Тек шығармасының атын атап өтсеңіз. Қандай өлеңдерін білесіздер? Тақырыптарын айта кетсеңіздер. Қандай бағытта жазды Абай Құнанбаев? Немесе поэмалары? Жыл мезгілдеріне жазғандары бар. Қыс, күз, жаз туралы. Қанша қара сөзі бар? 40 қара сөз. 40.
45 қара сөзі бар, рахмет сіздерге. Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары. 1845-1944 Семей. Абай Құнанбайұлының бір екі өлеңдерін білесіздер ме? Иә. Айтып берсеңіздер. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, өсек өтірік мақтан шап, көйгіншек көтеріп мал шашпақ. 5 дұшпан, Жақсы, өте керемет, рахмет сіздерге.